بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Сабағымыз Ан-Науауидің 40 хадисі 10-шы хадиске келдік. Абу Хурайра радиаллаху анху былай баяндаған: Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді: расында Алла таййиб, пәк, таза, сондықтан ол тек таза нәрсені ғана қабыл етеді дейді. Шын мәнінде Алла елшілерге бұйырған мүминдерге де бұйырды дейді. Алла тағала Құран кәрімде айтты: ей елшілер, таза ризықтардан жеңдерде ізгі амал істеңдер. Басқа аятта: ей иман келтіргендер, ризық бергендеріміздің тазасынан жеңдер. Содан соң пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ұзақ жол жүріп келген, шашы ұйпа-тұйпа, үсті басы шаң, қолдарын көкке қарай көтеріп уа раббым деген адамды еске алып, алайда жегені харам, ішкені харам, кигені харам және хараммен азықтандырылған оның дұғасы қалайша қабыл болсын деп айтты. Хадисті Муслим жеткізген. Бұл бауырлар 10-шы хадис. Өте маңызды хадис. Кейбір ғұламалар бұл хадисті білімнің 4/1 деген ғой осы. және Ан-Науауи рахимахулла бұл хадис турасында «Хадал хадис ахадул ахадис аллати алейха қауаидул ислам ва мабадил ахкам» дейді. Бұл хадис дейді, исламның бір қағидалары болатын және үкімдер осыған құрылатын хадистердің бірі дейді. Ал Туфи рахимахулла айтады: «Ва'лам анна хадал хадис азимун нафа» дейді. Біл дейді, бұл хадис несі, пайдасы өте ұлы дейді. لأنه يتضمن بيان حكم الدعاء وشرطه ومانعه. өйткені бұл хадис дұғаның үкімін баяндайды дейді, және дұғаның шарттарын түсіндіреді, және дұғаны қабыл болуына кедергі болатын нәрсені түсіндіреді дейді бұл хадис. Және тағы да біраз ғұламалардың осы хадиске қатысты сөздері көп. Енді хадистің мағынасына тоқталайық. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады: Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді: расында Алла тағала ат-таййиб, Алла тағала таййиб, яғни Алла тағаланың таййиб деген есімі бар, мағынасы пәк, таза дейді. Бүкіл айып кемшіліктен Аллах тағала таза деген мағына. Сондықтан Аллах тағала бүкіл айып кемшіліктен таза болғандықтан ол тек таза нәрсені ғана қабыл етеді дейді. Яғни Алла тағала амалдардың ішінен таза нәрсені ғана қабыл етеді. Шын мәнінде Алла елшілерге бұйырғанын мүминдерге де бұйырады. Яғни Алла тағала елшілерге не бұйырды, дәл сол нәрсені мүминдерге, мұсылмандарға да бұйырады. Бір андай жоқ исламда. Аллах тағала елшілерге бір нәрсені бұйырып, мүминдерге басқа нәрсені бұйыратын жоқ. Елшіге бұйырғанды мүминдерге де, мұсылмандарға бұйырды. Алла тағала Құран кәрімде айтты: ей елшілер дейді, таза ризықтардан жеңдер де ізгі амал істеңдер дейді. Яғни Алла тағала бұл жерде елшілерге не дейді? Ей елшілер дейді, ей пайғамбар, елшілер, таза ризықтардан жеңдер де, халал нәрсені жеңдер де, ізгі амал істеңдер дейді. Яғни екі нәрсені істеңдер дейді: таза ризық жеңдер дейді, халал нәрсе жеңдер дейді, және салиқалы ізгі амал істеңдер дейді. Яғни бұл аятта Аллах тағала елшілерге бұйырған нәрсесін айтып тұр. Басқа аятта: ей иман келтіргендер, ризық бергендеріміздің тазасын жеңдер дейді. Ей иман келтіргендер, мен сіздерге ризық бердім ғой дейді, сол ризық бергеннің ішінен тазасын ғана жеңдер дейді. Яғни халал нәрсесін жеңдер дейді. Жоғарыда бірінші аятта Аллах тағала елшілерге таза ризық жеуін, халал ризық жеуін бұйырғанын айтты. Ал екінші аятта муминдерге таза ризық жеуге бұйырғанын айтты. Сондықтан елшілерге бұйырғандай Аллах тағала иман келтіргендерге, мұсылмандарға, қарапайым мұсылмандарға сол нәрсені бұйырады. Содан соң пайғамбар ұзақ жол жүріп келген, шашы ұйпа-тұйпа, үсті басы шаң, қолдарын көкке қарай көтеріп уа раббым деген адамды еске алып дейді. Яғни осындай кісі болды дейді. Ұзақ жол жүріп келген, сапарда ұзақ болған, шашы ұйпа-тұйпа, үсті басы шаң, қолдарын көкке көтеріп, аспанға көтеріп уа раббым деген адамды еске алып дейді. Алайда жегені харам, ішкені харам, кигені харам және хараммен азықтандырылған оның дұғасы қалайша қабыл болсын деп айтты дейді. Яғни ұзақ сапар жүрген және шашы ұйпа-тұйпа осындай болғанына қарамастан, дұғаның қабыл болу себептерін жасағанына қарамастан,
бірақ ол харам нәрсені жеген, дұғаны қабыл болуына кедергі болатын нәрсені істеді, ішкені харам, харам нәрсені ішкен, және харам нәрсе үстіне киген, және хараммен азықтандырылған. Бұл жерде бауырлар, жегені харам және соңғы жағында хараммен азықтандырылған дейді. Енді былай қазақ тіліне қарайтын болсақ, ол бір мағына секілді ғой, бір мағына. Жегені харам, азықтандырылғаны харам, бірақ араб тілінде айырмашылығы бар. Араб тілінде харам харам деп келеді. Яғни былай енді тіке жеңіл аударатын болсақ, ол жегені харам, яғни және тамақпен харам нәрсемен азықтандырылған деп отыр. Бірақ жалпы ғиза деген, ғузия азықтандырылу деген, бұл жерде араб тіліндегі мағынасы денеге күш беретін, пайда беретін, онымен дене өлмей тірі өмір сүретін нәрселерін айтады. Ол тамақ болуы мүмкін, денеге пайда беретін, және оның ішіне дәрі кіру мүмкін, және оның ішіне укол, сондай бір нәрсемен денеге күш беретін нәрсе болуы мүмкін. Тіпті денеге күш беретін нәрсе не бар олар? Ұйқы бар. Сондықтан ғиза деген ол денеге күш беретін нәрсе. Денеге күш беретін ол тек қана тамақ емес, денеге күш беретін нәрсе ол бағанадай ұйқы болуы мүмкін, дәрі болуы мүмкін, система болуы мүмкін деген сияқты. Сондықтан мына хараммен азықтандырылған деген ол тек қана тамақ емес. Яғни харам нәрсемен денесінен пайда көрген ғой, яғни сондай мағына. Оның дұғасы қалайша қабыл болсын деп айтты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Яғни осындай харам жеп, харам киіп, харам ішкен, оның дұғасы қалай қабыл болсын дейді. Әрине оның дұғасы қабыл болмайды ғой дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Тіпті ұзақ жол жүрсе де, шашы ұйпа-тұйпа болса да, үсті басы шаң болса да, қолдарын көкке көтеріп уараббым деп айтса да, оның дұғасы қабыл болмайды ғой дейді. Өйткені ол харам жеді, харам киді деген сияқты хадисті Муслим жеткізген. Енді хадистен қандай пайдалар аламыз бауырлар? Ең бірінші хадистен алатын пайда бауырлар, Алла тағаланың ат-тойиб деген есімі бар. Алла тағала ат-тойиб. Бұл Алла тағаланың есімі ат-тойиб деген Құранда келмеген, тек қана осы хадисте ғана келген. Яғни Алла тағала ат-тойиб мағынасы, тілдік мағынасы пәк, таза деген мағына ғой. Ал Алла тағаланың ақысында ол Алла тағала бүкіл айып кемшіліктен және бүкіл ақаулардан пәк, таза деген мағына. Алла тағалада ешқандай кемшілік жоқ. Аз дегендей бір сәл болсын кемшілік жоқ. Алла тағалада ешқандай ақау жоқ, недостатық жоқ Аллах тағалада. Аллах тағала бүкіл айып кемшіліктерден пәк, таза деген мағына. Сондықтан Аллах тағала пәк, таза болғандықтан осы Алла тағаланың ат-тойиб, пәк, таза деген есімнің әсерінен, әлде хадистің екінші пайдасы десек болады, Алла тағала тек таза, пәк нәрсені ғана қабыл етеді. Яғни Алла тағала амалдардан, құлдың істейтін амалдарының ішінен шарғи айып кемшілігі жоқ амалдарды ғана қабыл етеді. Яғни сондай амалдарды ғана Аллах тағала қабыл етеді, оның ішінде ешқандай айып кемшілік болмаған. Амалдарда сондай айып кемшіліктер болады. Яғни құлдың істейтін амалдарында айып кемшілік болуы мүмкін, шарғи ақаулар болуы мүмкін. Сондай біздің амалымызда айыптар болатын болса, ақау кемшіліктер болатын болса, Аллах тағала оны қабыл етпейді. Қандай айып кемшіліктер болуы мүмкін? Яғни мысалшы ықыласты бұзатын кемшілік болуы мүмкін. Ықыласты бұзатын, Алла үшін істеу керек болу керек нәрсені бұзатын сондай кемшіліктер болуы мүмкін. Олар мысалшы рия. Адам амалды біреуге көрсету үшін істейтін болса, яғни біреуге сондай мақтанышпен, сондай қылып істейтін болса, әлде мақтауды қалайтын болса, амалды істеймін, сол үшін мені мақтасыншы деген сияқты, сол болатын болса, бұл шарғи үлкен айып кемшілік болады. Егер сондай амал болатын болса, Алла тағала оны қабыл етпейді. Әлде сүннетке сай болмайтын болса, егер амал сүннетке сай болмайтын болса, онда ол амал кем амал, яғни үлкен кемшілігі, ақауы бар болған амал. Ондай амалды Алла тағала қабыл етпейді. Әлде сондай бір амал болады, садақа. Ол садақа харам жолмен тапқан ақшамен берілген болса, яғни адам баласы садақа берді, ол ақшаны харам жолмен тапты. Ол амалды харам жолмен тапты,
оның ешқандай пайдасы жоқ ол амалдың. Үлкен айып кемшілігі бар. Әлде мысалшы біреу амал жасайды, садақа береді, бірақ сол садақасымен бірге зиян келтіреді, одолжение жасайды. Мен саған бүйттім, мен саған сөйттім, мен саған бүйттім ғой, мен болмасам қайда барасың, мен саған бүйттім деп сол адамға зиян келтіретін болса, ондай амал болатын болса, бұл амалдың ешқандай пайдасы жоқ. Яғни үлкен айыбы бар, кемшілігі бар амал. Аллах тағала Құранда айтқандай: «Я аyyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha» дейді. Ей иман келтіргендер, садақаларыңды адамдарға мән жасаумен және зиян келтірумен құртып алмаңдар дейді, бұзып алмаңдар дейді. Яғни сондай одолжение жасап, мен саған бүйттім, мен саған сөйттім деп айтумен, әлде біреуге зиян келтірумен құртып алмаңдар дейді. Сондықтан амалда бір зиян болатын болса, ішінде адамға зиян келтіретін болса, ол амалдың ешқандай пайдасы болмай қалады. Ол пәк таза жақсы амал емес. Аллах тағала тек қана айып кемшіліктен пәк таза болған амалды ғана қабыл етеді. Өйткені бұл хадисте Аллах тағала айтып тұр, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып тұр, Алла тағала тек қана пәк таза амалды ғана қабыл етеді дейді. Басқа хадисте, Бухари және Муслимде келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Мен тасаддақа би'адли тамратин min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyib». Кімде-кім таза кәсіппен, жақсы, пәк айыптан, кемшіліктен, харам емес болған кәсіппен тапқан ақшасынан құрмамен бірдей садақа беретін болса дейді, wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyib, Алла тағала тек қана таза нәрсені ғана қабыл етеді ғой дейді. Wa inna Allahu yataqabbaluhu bi yaminihi, сол банағыдай құрманың салмағындай болған сондай кішкентай, бірақ таза пәк немен, кәсіппен тапқан нәрсемен садақа беретін болса, Алла тағала оны оң қолмен қабыл қылады дейді. Оң қолын алады дейді. Thumma yurabbiha li sahibihi дейді. Кейін Аллах тағала оны сол кісі үшін дейді өсіреді дейді. Өсіреді дейді. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu дейді. Яғни сендер өзінің үйіндегі сиырдың кішкентай баласын өсіргенде дейді. Хатта такуна мithл jabal дейді. Сөйтіп, сол өсірген, Алла тағаланың өсірген бағандай несі, садақасы сендер берген таудайдай болады дейді. Яғни кішкентай нәрсе негізінде бергені, құрманың салмағындай болатын бір садақа беретін болсаң, жақсы кәсіп, бағандай таза, ешқандай кемшілік болмаған, ұрланбаған тазамен, Аллах тағала оны қиямет күні таудай қылып береді дейді. Сөйтіп асырайды, өсіреді дейді Аллах тағала. Ал хадистен бұл жерде алынатын «Ва ла яқбалу илля таййиб» дейді. Алла тағала тек қана таза пәк нәрсені ғана қабыл етеді ғой дейді. Сондықтан Алла тағаланың ат-таййиб деген есімнің әсерінен Алла тағала тек қана пәк таза ғана амалды қабыл етеді. Хадисі Бухари және Муслим риуаят еткен. Бұл хадистің басқа риуаятында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Хатта инна луқмата ла тасиру мисли ухуд» дейді. Тіпті кішкентай бір тістейтін бір кішкентай бір не дейді, кесек нәрсе дейді садақа қылып беретін болса, ол ухудтай болады дейді. «Уатастиқу залика фи китабилла», оны қолдайтын Алла тағала Құранда айтқан аяты: «Алам та'ламу анна Аллаху ва яқбалу таубата ан ибадихи ва яхуду садақат» дейді. Білмедіңдер ме дейді, Аллах тағала тәубені қабыл етіп, құлдарынан және садақаны қолға алатын дейді. Басқа аятта «Ва ямхақуллаху риба ва юрби садақат» дейді. Аллах тағала рибаны құртып, садақаны Аллах тағала көбейтеді дейді. Яғни банағы Бухари Муслимде келген хадистің басқа риуаяттарымызда келген. Ол хадистің риуаятында Шейх Албани сахих деген. Басқа хадисте Абдулла ибн Омардан келетін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Ла туқбалу салатун биғайри тухур ва ла садақатун мин ғулул» дейді. Дәретсіз намаз қабыл болмайды дейді, және ұрлап берген садақа қабыл болмайды дейді. Сондықтан мұсылман егерде садақа беретін болса, жақсы амал істегісі келетін болса, таза кәсіппен тапқан халал ақшасымен ғана болсын. Әйтпесе ол ішіне үлкен кемшілік болып, Аллах тағала оны қабыл етпейді. Және садақа беретін болса да, ішінде ең жақсысын, кереметін берсін. Өзіне қалайтын сондай жақсы, ең керемет нәрселерден беру керек. Аллах тағала Құранда: «Я аyyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard» дейді. Ей иман келтіргендер дейді, сендер өзің кәсіп қылған нәрсенің ішінен таза пәк жақсысын беріңдер дейді.
және мен сендерге жерден шығарып берген нәрселерден дейді. Яғни мен жерден сіздерге бір өсіріп бердім, бағанадай біреу бір нәрсе өсіреді, мысалы огород бір нәрсе өсіреді, содан зекет беретін болсаңдар, жерден шығатын нәрсенің зекетін берсеңдер жақсысын бер дейді. және кәсіп қылған саудамен айналысатын болсаңдар, сол сауданың ішіндегі садақа зекет беретін болсаңдар, ең жақсысын беріңдер дейді. дейді. және сіздер садақа бергенде, напақа бергенде ішіндегі ең жаманына мақсат қылмаңдар дейді. ең жаман былай теріп бермеңдер дейді. Яғни өздерің бағанадай оны алғанда көздерің жұмып тұрып амалсыздан алатындай нәрсені, жаман нәрсені мақсат қылмаңдар дейді. Яғни өздерің де сол нәрсені алмайсыңдар ғой дейді. Тек қана бағанадай көздеріңді жұмып амалсыздан ғана болмаса, былай өздерің алмайсыңдар ғой. Сондай өздерің алмайтын, амалсыздан көздерің жұмып алатын нәрсені ішіндегі ең жаман теріп, соны садақа қылып бермеңдер дейді. Керісінше жақсысын беріңдер дейді. Өйткені Аллах Тағала жақсы, кәдімгідей шынайы, адалды, шын жүрекпен, таза кәсіппен берген нәрсені Аллах Тағала қабылдап, тіпті ол құрмадай болатын болса, Аллах Тағала оны өсіріп керемет қылып береді. Біліңдер, Аллах Тағала бай және мақтау. Бұл бауырлар хадистен шығатын екінші пайда. Келесі хадистен шығатын үшінші пайда бауырлар: мұсылман тек қана халал тамақ жеу керек. Адам баласы тек қана халал тамақ жеу керек. Әйтпесе адамның дұғасы әбден қабыл болмауы мүмкін. Яғни мұсылман денесін тек қана халал нәрсемен өсіру керек. Тек қана халал нәрсені жеу керек. Тек қана халал нәрсемен ғана азықтану керек. Әйтпесе дұғасы қабылмайды. және адам баласы харам нәрсемен денесін өсіретін болса, сол дене тозаққа кіреді. Субханалла. Кааб ибн Уджрадан келетін хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: ла ярбу лахмун набата мин сухт дейді, илля канатин нару аула бихи дейді. Кімнің денесінің еті харам нәрсемен өсетін болса дейді, оған тозақтың оты лайықтырақ болады дейді. Хадисті Тирмизи риуаят қылған, Шейх Албани оны сахих деген. Яғни адам баласы денесін сол харам жолмен өсіретін болса, тамақты жей береді, мысалшы, жеген тамағын қарамайды қайдан тапқан, халал харам өлшемей харам нәрсемен жей беретін болса, сонымен дене өседі ғой, семіреді ғой, дұрыс па? Әлде бір денеге бұлшық ет, бір нәрсе пайда келеді ғой, сол тозаққа кіреді дейді, Алла сақтасын. Басқа хадисте Жабир ибн Абдулладан келетін хадисте: ла ядхулул джанната лахмун набата мин сухт дейді. Харам жолмен өскен ет дейді, жәннатқа кірмейді дейді. Яғни егер де адам баласы харам нәрсемен тауып, сонымен тамақ әкеліп, соның денесін өсіретін болса, соны жейтін болса, онда ол дене жәннатқа кірмейді дейді. Аннару аула бихи дейді. Тозақтың оты оған лайықтырақ болады дейді. Яғни ол кісі, сондай денемен харам нәрсемен өскен кісі, ол тозаққа кіреді дейді. Шейх Албани сахих деген хадис. Сондықтан адам баласы денесіне тек қана халал болған, таптаза болған нәрсені беру керек. Яғни ғалымдар айтады ғой, адам тапқан кәсіптерін дейді, тапқан ақшаларын кәсіптерінің ең абзалын, ең кереметін, ең жақсы кәсібін оны денесіне беру керек дейді. Яғни мысалы өзің еңбегімен, еңбектерімен тапқан ақшаны тамаққа жұмса дейді. Одан кейінгі екінші шеретте тұратын киім дейді, киімге жұмса дейді. Одан кейін үйіңе, одан кейін бір көлігіңе дейді. Осы 4 дәреже тұрады дейді. Егер де сондай бір күмәнді бір ақша болатын болса, бір өзің разы емессің ол ақшаға, яғни бір түрлі тапқан жолың, бір түрлі күмәнің бар, бір түрлі андай ұнамай тұрсын, бір жұмысы дұрыс атқармай өтірік бір салып алған ақша сияқты, сондай ұнамайтын ақша болатын болса дейді, оны банағы 4-ші дәрежені алысқа сал дейді. Көлікке, содан кейін бар бер жағында үйіңе, оның бер жағында киіміңе, оның бер жағында ғана таптаза ақшаңды ол денеңе дейді. Сөйтіп алысқа қарай беру керек дейді. Яғни мысалы сондай күмәнді ақша болатын болса, көлігіңе, мысалы моторын майын ауыстыр, бензин құй машинаға, ремонт бір нәрсе, машинаның жаны сызып кеткен болса, сол ремонтқа бер дейді ол ақшаны. Әлде ол болмаса үйіңе жой, мысалы үйіңе стяжка құй, заборды краскілеп, әлде бағандай білмеймін, тағы бір не бар шарбақта бір нәрсе алу керек болған, соған төле дейді.
Ол болмайтын болса, одан бері жағы киіміңе дейді. Ал тамаққа ең керемет нәрсесін беру керек дейді. Бұл шариатта келген нәрсе. Яғни кімнің Мухайиса ибн Масуд деген бір ансари бала болды. Ол пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам қайта барып сұраған ғой: я Расулалла, мен хижамымен ақша тауым келеді дейді. Адамдарға хижама жасап ақша тауым келеді дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жоқ олай істеме дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху тыйым салады: хижаммен ақша таппа дейді ешқашанда. Өйткені хижаммен жалпы басқа хадистерде келеді, тыйып келеді. Яғни хижаммен ақша тапқан жаман нәрсе деп сөйтіп хадистер көп келеді жалпы. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хижама істетіп ақшасын берген. Сондықтан ғұламалар айтады, хижама ол болады дейді, бірақ жақсы емес, нежелательно, макрух нәрсе дейді. Сондай жалпы біраз пікірлер бар, харам дегендер де бар, болады, не макрух дейді. Соның ішінде көпшілік ғалымдар айтатын, ол макрух жақсы емес нәрсе дейді, бірақ халал нәрсе дейді. Сол бір жас бала Мухайиса деген ибн Масуд пайғамбарымыздан келіп сұрайды: я Расулалла, мен хижамымен ақша тапқым келеді дейді. Хижаманы өте керемет мықты істейтін бала болған. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жоқ дейді, жасама дейді. Кейін келіп ана бала қайтып сұраған ғой: я Расулалла, мен енді хижамын жақсы жасаймын, мықты жасаймын, жасағым келеді. Қайтадан тыйым салған. Сөйтіп 3-4-5 рет қайталағаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: иә, жаса дейді, бірақ тапқан ақшаңды су әкелетін түйеңе жұмса дейді, әлде құлыңа жұмса дейді. Субханалла. Бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тыйым салады: хижаммен айналыспа дейді. Соңынан қайта 3-4 рет сұрағаннан кейін пайғамбарымыз рұқсат береді. Демек ол харам емес, дұрыс па? Егер харам болатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мүлдем рұқсат бермес еді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам харам болмағандықтан рұқсат берді, бірақ ол ақшаны алда өзің жеме дейді. Түйеңе жұмса дейді, түйеңе шөп алып бер, түйеңе қарай сол жұмса дейді. Субханалла. Әлде құлдарыңа жұмса дейді. Субханалла. Хадис Абу Дауд келген, Тирмизиде, және имам Ахмад, Шейх Албани бұл хадисі сахих деген. Сондықтан ғұламалар не алды? Егер де сондай тап-таза ақша болатын болса, таза кәсіппен тапқан, оны денеге тамаққа жұмса дейді. Одан кейін киім тұрады дейді. Одан кейін бар үйіңе жұмса, ал одан кейін бар алысы ол көлігіңе дейді. Көлік кішкене алыста, сондай күмәнді, сондай ұнамайтын ақша болатын болса, оны сол көлікке сондайға жібер дейді. Сондықтан денеге халал тамақты жұмсау бұл өте керемет нәрсе ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде имам Ахмад риуаят еткен: арбаун иза кунна фика фала алейка ма фатака мин ад-дуня дейді. Егер де сене 4 нәрсе болатын болса дейді, онда айырып қаламын дейтін дүниеңнен қысылма дейді. Яғни 4 сипат сенде болатын болса, 4 нәрсеге қатты мән беретін болсаң дейді, онда дүниеңнен айырылып қаламын ғой, дымсыз қаламын ғой деген нәрсеге уайымдама дейді. Бүкіл дүниең жоқ болып кетсе де, бірақ осы 4 нәрсе болатын болса, Аллах Тағала міндетті түрде орын толтырады дейді. Осы 4 нәрсеге тек қана мән берші дейді, қатыссаңшы дейді. Тіпті дүниеңнен айырылып қалсаң да сол 4 нәрсе үшін дейді. Бірінші сидқул хадис дейді, шыншыл болуң дейді, сөйлегенде шыншыл болуң дейді. Яғни сауда мәселесінде, дүние ақша табу мәселесінде, тіпті кедей болып болған қорықсаң да шыншыл бол дейді. Уахифзул амана дейді, аманатшыл бол дейді. Аманатты сақта. Адамдар саған бір нәрсені сенетін болса, соны толығынан орында дейді. Аманатшыл бол, кісілер саған сенсін дейді. Кісілер саған дүниесін сенсін дейді. Кісілер саған бүкіл істе сенсін дейді. Осы екіншісі. Үшіншісі хуснул хулуқ. Ол көркем мінез құлықты кісі бол дейді. Тіпті сол көркем мінез құлық себепті, наглый болмаған себепті, қасқыр болмаған себепті дүниеден айырылып қалсаң да, кедей болып қалсаң да, бірақ осы мінез көркем құлықты бол дейді. Және төртіншісі міне бізге керегі, біздің тақырыбымызға уаиффату мат'амин дейді. Және жейтін тамағың таза пәк болсын дейді. Яғни тіпті кедей болып қалсаң да, сондай кедейліктен қорықсаң да, дүниеден айырылып қаламын десең де, әйтеуір халал тамақ же дейді ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Осы 4 нәрсені сақташы дейді. Егер осы 4 нәрсе сенде болатын болса, онда айырылып қалам деп қорқатын дүниеңе мән берме дейді. Бірінші шыншыл болу, екінші аманатшыл болу, көркем мінез құлық болу, үшіншісі, ал төртіншісі жейтін тамағың халал болу, бауырлар. Адам баласы тек қана халал нәрсе жесін, әйтпесе дұғасы қабыл болмайды. Сондықтан Саад ибн Аби Уаққастан келетін хадисте Саад ибн Аби Уаққас пайғамбарымыздан сұрайды ғой: я Расулалла дейді, уду Аллаха ан яджалани мустажаба даъва дейді. Я Расулалла,
маған дұғам қабыл болатын қылып дұға тілеңізші дейді. Яғни сондай болайыншы, дұға тілейтін болсам қабыл болатын, сөйтіп Аллахтан сұраңызшы дейді. Мен дұға сұрағанда бірден қабыл болатын кісі болайыншы дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Саад ибн Уаққасқа дейді, жейтін тамағыңды таза пәк қыл дейді, керемет жақсы қыл дейді, яғни халал қыл дейді. Сен міндетті түрде дұғаң қабыл болатын кісі боласың дейді. Сондықтан Саад ибн Уаққас олар дұғасы қабыл болатын кісілерден болған ғой. Адам баласы харам нәрсе жемейтін болса, харам нәрсе кимейтін болса, яғни дұғасы оныкі бірден қабыл болатын кісілерден болады. Бұл бауырлар үшінші пайда хадистен шығатын. Төртінші бауырлар хадистен алынатын пайда. Бұл хадистің ішінде дұға қабылырақ болатын төрт нәрсе айтылды. Және дұғаның қабыл болуына кедергі болатын төрт нәрсе айтты. Бұл хадистің ішінде дұға қабыл болатын төрт нәрсе айтылды да, яғни дұға қабыл болуына көмектесетін, сондай дұға қабыл болу ықтималдығы артатын төрт нәрсе айтты. Және дұғаны қабыл болуына кедергі болатын төрт нәрсе айтты. Біріншісі бауырлар, дұға қабыл болуына көмектесетін себеп, ол бауырлар ұзақ сапарға шығу. Адам баласы сапарға шығатын болса, оның дұғасы қабылырақ болады. Мұсафирдің яғни дұғасы қабылырақ болады. Ол турасында хадис келеді, Тирмизиде және Ибн Маджада келетін хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Саласу дауатин мустаджабат ла шакка фихинна" дейді. Үш дұға бар дейді, міндетті түрде қабыл болады дейді, ешқандай күдіксіз дейді, ешқандай күмәнсіз, ешқандай шүбәсіз, сондай бір үш дұға бар дейді, міндетті түрде қабыл болады дейді. Біріншісі дауатул мазлум, зұлымдыққа түскен кісінің дұғасы. Екіншісі дауатул мусафир, мұсафирдің дұғасы. Ал үшіншісі дауатул валид ли валадихи дейді, әкесінің баласына тілейтін дұғасы дейді. Хадис Тирмизиден Шейх Албани оны хасан деді, яғни баласына тілеген дұғасы. Бұл хадистің басқа риуаятында бүйтіп айтады: дауатул валид аля валадихи дейді, әкесінің баласына қарсы тілеген дұғасы дейді. Сондықтан әкесі баласына қандай дұға тілесе де қабылырақ болады. Бізге бұл хадистен керегі бауырлар, ол мұсафирдің дұғасы. Сондықтан мұсафир дұға тілейтін болса қабылырақ болады. Және екінші дұғаны қабыл болуына көмектесетін, дұға қабыл болуының ықтималдығын артатын, ол адам баласы киінгенде, сыртқы көрінісінде, киімінде, яғни жұпыны болу, қарапайым болу. Яғни хадис еді, сонан соң пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ұзақ жол жүріп келген, шашы ұйпа-тұйпа, үсті басы шаң дейді. Қараңдар, шашы ұйпа-тұйпа, үсті басы шаң дейді. Яғни бұл нәрсені неге айтып тұр? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шашы ұйпа-тұйпа, үсті басы шаң деп неге айтып тұр? Өйткені шашы ұйпа-тұйпа болу, үсті басы шаң болу, яғни жұпыны кию, көнетоз болу, киімің қарапайым болу дұға қабыл болуының ықтималын жоғары қылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Муслимде келетін хадис еді, Абу Хурайрадан келетін: "Рубба ашхат зит-тимрайни мадфуун бил-абуаб лау ақсама ала Аллахи ла абарра" дейді. Яғни мүмкін сондай бір кісі болу мүмкін дейді, шашы ұйпа-тұйпа дейді, зит-тимрайн дейді, яғни үстінде сондай көнетоз екі киінбеген дейді. Мадфуун бил-абуаб дейді, адам оған ешкім бермей есікті қағып жауып тастайтын дейді. Яғни сондай кісі, төмен кісі, бірдеме сұрап келетін болса, есікті жауып тастайды, ешкім онымен сөйлескісі келмейді. Сондай кісі болу мүмкін дейді. Лау ақсама ала Аллахи ла абарра дейді. Егер де Алланың атымен қасам шетін болса, ант беретін болса, Аллах тағала міндетті түрде оның антын орындап береді дейді. Сондықтан бұл хадистен біз не түсінеміз бауырлар? Адам баласы киімі сондай қарапайым болатын болса, дұғасы қабылырақ болады. Бай, үсті мықты киім киетін, моданы қалдырмайтын кісіден гөрі қарапайым жұпыны киінетін, көнетоз киім киетін кісінің дұғасы қабылырақ болады. Яғни үшіншісі, бұл хадистен алынатын бауырлар, дұғаны қабыл болуын күшейтетін, ол дұға тілегенде қолды жоғары қарай көтеру. Өйткені қолын көтеріп сұраған дұға қабылырақ болады. Хадисте келгендей, Сальман аль-Фарисиден келетін хадисте, Абу Дауд пен Тирмизиде және Ибн Маджада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Инна раббакум хайюн каримун
يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين дейді. Алла тағала ұялшақ және жұмарт дейді. Және Алла тағалаға екі қолын көтеріп сұрайтын кісінің дұғасын бос қайтарудан ұялады дейді. Яғни Алла тағала ұялшақ және Алла тағала жомарт дейді. Сондықтан біреу одан екі қолын көтеріп сұрайтын болса, Аллах тағала оған сол сұрағын бермеуден, сол сұрағын бос қайтарудан Алла тағала ұялады дейді. Яғни екі керемет сипат жиналып тұр ғой Аллах тағалада: ұялшақтық және жомарт. Егер де ұялшақтық болатын болса, кісілерге салатын болсақ, бір кісі болуы мүмкін ұялшақ, біреу бір нәрсе сұрайтын болса бермеуге ұялады, бірақ сараң мысалшы. Ол тіпті қаншама ұялшақ болса да, ол сараңдығы жібермей қалады, дұрыс па? Ал кейбір кісілер бар, керісінше ол жомарт, бірақ ешқандай ұялмайды. Бергенде бір сондай ұялмай, сондай бір аз бір нәрсені беру мүмкін. Бірақ Аллах тағалада бұл хадисте екі сипат жиналып тұр: ол ұялшақтық және Аллах тағала жомарт. Сол себептен біреу екі қолын көтеріп дұға тілейтін болса, Аллах тағала сол бос қайтарудан Аллах тағала ұялады. Яғни қолын көтеріп дұға тілейтін болса, Аллах тағала иншалла оны қабыл етеді. Сол себептен дұға тілегенде екі қолын көтеріп аспанға тілеген жақсы. Көп көтерген сайын жақсы бола бермек. Қатты жағдайы қиын болған сайын жоғарға көтере берген жақсырақ болады. Ал былай күнделікті дұға тілейтін болса, екі қолын төсінің тұсына салған жақсы ма, екі төстің тұсына сөйтіп салып дұға тілеген жақсы. Ал қатты сұрағанда одан сайын жоғары көтере берген сайын жақсы бола бермек. Яғни бұл хадистен шыққан үшінші дұғаны қабыл болуының ықтималдығын артатын, көтеретін нәрсе. Төртіншісі, бауырлар, ол мына хадистен алынатын дұға тілегенде уа раббым деген сөзді қосу және қайта айту. Яғни дұғада раб деген сөзін қолданып Алла тағалаға қайта жалбарыну. Яғни уа раббым деген ол керемет дұғаның алдында болатын болса. Сондай бір хадистерде келеді, кейбір хадистерде кім дұға тілегенде уа раббым деп айтатын болса, оның дұғасы қабыл болады деген сондай хадистер келеді. Бірақ иснадында біраз әңгіме бар. Бірақ не болса да уа раббым деп ол бүкіл пайғамбарлардың дұғасы. Бүкіл пайғамбарлар дұға тілегенде уа раббым деп дұға тілейтін. Құранда қарайтын болсақ, өте көп қой аяттарда. Мысалшы, Раббана тақаббал минна иннака антас самиул алим, я Аллах тағала бізден, я Раббымыз бізден қабыл қылшы, сен естушісің, көрушісің. Әлде Раббана атина фи дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Раббана ла тузигh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Раббана иннана аманна фагфир лана зунубана ва қина азабан нар. Әлде ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يعني علي عمранның 191-ші аяттан сондай басылатын аят қой. Раббана деген көп қолданатын. Яғни Құранда бауырлар Раббана деген дұға өте көп, бүкіл пайғамбарлардың дұғасы ғой, яғни Раббана деп айту. Сондықтан кім дұға тілегенде Раббымыз, я Раббым деп дұға тілейтін болса, яғни дұғаның қабыл болу ықтималын артады. Және мына қызық аятқа тоқталып кететін болсақ, бауырлар, бұл аятта бана сіздерге оқып берген Али Имранда Аллах тағала 5 рет Раббана деп айтады. Кейбір тәфсиршілер қызық мындай нәрсе айтады ғой, қызық. Кім дұға тілегенде 5 рет уа Раббымыз деп айтатын болса, Аллах тағала дұғасын қабыл етеді дейді. Оған дәлел осы аят дейді. Қызық, осы аяттан сондай пайда шығарады. Бұл аятты оқитын болсақ, қараңдар болар. Раббана ма халақта хаза батила, я Аллах тағала бұл нәрсенің бәрін бос жаратқан жоқсың ғой. Субханака, сен бүкіл ақаудан кемшіліктерін пәксің. Фақина азабан нар, я Аллах тағала, я Раббымыз, бізді тозақтың азабынан аулақ қылшы дейді. Раббана дейді, я Раббымыз, егер сен тозаққа кіргізетін болсаң, болды, оны қорғалдырдың ғой дейді. Ва ма лиззалимина мин ансар, ал залымдарға ешқандай көмекші болмай дейді. Раббана дейді, Раббымыз, инна сами'на мунади юнади лил иман дейді. Я Раббымыз, біз
иманға шақырып отырған кісіні естіп, ан амину би раббикум, раббыларға иман келтір деген кісіні естіп, фа амана, иман келтірдік қой дейді. Раббана фағфир лана зунубана ва каффир анна сайyiатина ва таваффана мa'ал абрар дейді. Сондықтан я Аллах Тағала біздің күнәларымызды кешіріп, үлкен кіші күнәларымызды бәрін кешіріп, бізді салиқалы, тақуалы кісілермен бірге жандарымызды алшы дейді. Раббана ва атина ма ва'адтана аля русулик, я Аллах Тағала сен өзің елшілеріңе уәде берген нәрсеңді бізге де берші дейді. Уәла тухзина яумал қияма, және бізді қиямет күні қайғыртпашы дейді. Иннака ла тухлифул ми'ад, я Раббымыз сен уәдеңді ешқашан бұзбайсың дейді. 5 рет Аллах Тағала бұл жерде Раббана Раббана деп келтірді. Осы аяттан кейін қандай аят келеді? Осы 5 нәрсені дұға тілеп келгеннен кейін Аллах Тағала айтады, келесі бетте басталады. Фастажаба лахум раббухум анни ла уди'у амала амилин минкум дейді. Сөйтіп Раббылары оларға жауап берді дейді. Яғни 5 рет Раббана Раббана деп қайта дұға тілегендіктен Аллах Тағала осы келесі аятта, келесі беттің бірінші бетіне тұрады. Фастажаба лахум раббухум дейді. Раббылары оларға жауап берді дейді. Сөйтіп сондай аяттан қызық нәрсе шығарады. Кімде-кім дұға тілейтін болса, 5 рет Раббана деп айтатын болса, қабыл болатын бір себептердің бірі деп айтады кейбір үлкен тәпсіршілер, Құртуби секілді. Яғни сондықтан дұға тілегенде бауырлар, Раббана, Раббымыз, я Раббымыз деп көп айту керемет нәрсе. Бұл хадисте қарасаңдар бауырлар, соған қатты мән бергізіп тұр. Бұл хадисте айтады, сонан соң пайғамбар ұзақ жол жүріп келген, шашы ұйпа-тұйпа, үсті басы шаң, қолдарын көкке қарай көтеріп, уа Раббым деген адамды еске алды дейді. Қарасаңдар хадисте уа Раббым деп 2 рет қайталап тұр. 1 рет айта салса болады ғой, бірақ мына жерден 2 рет қайталауының ғалымдар айтады, яғни Раббым деген сөзді көп қайталап жалбарудың бір артықшылығы дейді. Осы бауырлар хадистен алынатын дұғаны қабыл болуына қатты көмек болатын 4 нәрсе ғой. Ал дұғаны қабыл болуына кедергі болатын нәрсе, тіпті осы 4 нәрсені орындаса да, бірақ дұғаны қабыл болуына кедергі болатын нәрселерді істейтін болса, банағы сипаттағы дұғасы дым пайда болмай қалады. Субханалла. Бұл хадисте 4-еу келді, дұғаны қабыл болуына көмектесетін нәрсе. Бірақ басқа хадистерде көп, жаңбыр жауып отырғанда дұға тілейтін болса, азан мен қаматтың ортасында болатын болса, түннің 3-ші бөлігінде болатын болса деген, дұғаның қабыл болатын жағдайлар өте көп. Бірақ сондай жағдай көп болғанына қарамастан, егер де адам баласы осы хадисте келген 4 нәрсені істейтін болса, харам жейтін болса, әлде харамды ішетін болса, әлде харам киім киетін болса, әлде денесіне хараммен бір пайда әкелетін болса, не болады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оның дұғасы қалайша қабыл болсын дейді. Яғни дұғасы қабыл болуына үлкен ықтимал ғой. Субханалла. Мүлдем қабыл болмайды деп тұрған жоқ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Мүлдем 0, кәдімгідей сұрамаған ешқандай пайда жоқ деп тұрған жоқ. Жоқ, дұғасы қалайша қабыл болсын дейді. Яғни өте алыс дейді ондай кісінің дұғасы қабыл болу дейді. Егер харам жейтін болса, әлде харам ішетін болса, әлде харам киім киетін болса, әлде денесіне хараммен пайда беретін болса, сондай нәрсе болатын болса, яғни оның дұғасы қалайша қабыл болсын дейді. Яғни почти мүмкін емес қой дейді, алыс қой дейді. Сондықтан яғни адам баласы харам жеуден, харам ішуден, харам киюден, харам нәрсемен денесіне пайда әкелуден сақ болсын, аулақ болсын. Дұғасы әбден қабыл болуы мүмкін. Хадисте айтады, оның дұғасы қалайша қабыл болсын дейді. Бұл бауырлар 10-ші хадисті Муслим жеткізген. Осымен сабағымыз аяқталды. Хадисті кері оқып жіберейін. 10-ші хадис Абу Хурайра радиаллаху анху былай деп баяндаған. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтты, расында Алла Тағала ат-таййиб, пәк таза. Яғни ақау кемшіліктен Аллах Тағала пәк таза. Сондықтан ол тек таза нәрсені ғана қабыл етеді. Шын мәнінде Алла елшілерге бұйырғанын мүминдерге де, мұсылмандарға да бұйырады. Алла Тағала Құран Кәрімде айтты, әй елшілер дейді, таза ризықтардан жеңдер де ізгі амал істеңдер. Басқа аятта, әй иман келтіргендер, ризық бергендеріміздің тазасын жеңдер. Сондан соң осы аяттарды оқып болғаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ұзақ жол жүріп келген, шашы ұйпа-тұйпа, үсті басы шаң, қолдарын көкке көтеріп, уа Раббым деген адамды еске алып, алайда жегені харам, ішкені харам, кигені харам, және хараммен азықтандырылған дейді, қоректенген, яғни
харам нәрсемен денесіне пайда әкелген, оның дұғасы қалайша қабыл болсын дейді деп айтты дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Хадисін Муслим жеткізген. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.